мен тек әке шешемді кінәлағам. Неге екенін айтайыншы. Иті қаппайтын үйге ұры көп келеді негізі. Біле білсеңдер. Иті жоқ немесе қаппайтын итке ұры көп келеді да, ол жерге қастандық көп жасалынады. Мен бұл мысалмен не айтқым келіп тұр? Біздің ата-анамыз қаппайтын ит та. Сендер үшінші, ол ұрмайды ғой, сен біреуге кінәлашы, бөтен біреуге, басыңнан бірақ жарсын. Ата-анаң оны ұрмайды ғой сен. Ұрса да ая бұрады, сен білесің ғой оның қаппайтынын. Сондықтан да оған қастандық көп жасайсың. Шигда ата-ана жаман бала үшін. Неге? Өйткені ата-ананың мейірімі, махаббаты мен материнский инстинкт біледі балаға қастандық жасалынбайтын. Ол бала деген хитрый ғой. Оны пайдаланады. Пайдаланасың да, шигда ата-анаға жиіріп қалай андай агрессиямен сөйлейсің, сондай көрсетеді. Сондықтан да біз білеміз, шигда әйел де жұмсақ болған үшін ұрады.